ендеше музыка әуенімен би билейік. Тамаша, сендер енді қозғалмайсыңдар, я? Ал, келесің, тағы билейміз, кеттік. Жарайсыңдар, кәнді достарына қошемет көрсетейінші. Балалар, енді осы жұлдызшаларымыз арқылы біз командаға топтасамыз. Келістік па? Қолымыздағы жұлдызшаларды алып, мына жақтағы ойын алаңына барамыз. Ойын алаңында сендерге берілген үстелдің үстінде өздеріңнің жұлдыздарына сәйкес келетін сандар бар, я? Сол орындыққа барып топтасамыз. Келістік па? Кәні бірінші 10 саны. Бірақ ойында 10 тобы. Біз командада ойынымызды ойнамас бұрын ең әуелі топ басшысын сайлап аламыз, я? Кәнекей топ басшысын сайлайық. 9-шы топ, сендер топ басшысына кім сайладыңдар? Амина. Кәнекей, Аминаға қошемет көрсетейікші. Ал 8-шы топ, сендер топ басшысына кім сайладыңдар? Біз топ басшысына Диасты сайладық. Қошемет. Біз есеп шығаруымыз керек. Есеп шығаруды білеміз ғой? Сендердің алдарында түрлі планетада орналасқан есептер берілген. Осы есептерді шығарып, ретімен орналастырып шығамыз. Сол кезде біздің планеталардың ретті орналасу реті шығады. Келістік па? Ал есеп шығарған кезде біз командамен бірге жұмыс жасаймыз, я? Ал, Кәнекей, 1, 2, 3 бастаймыз. Қазір ортаға 8-ші топтың топ басшысы Диасты шақырамын. Дес жүре ғой. 7-ші топтың топ басшысы Алихан. Және 9-ші топ. Қазір ортаға 8-ші топтың топ басшысы Диасты шақырамын. Дес жүре ғой. 7-ші топтың топ басшысы Алихан. Және 9-ші топтың топ басшысы Аминаны шақырамын. Келе ғой. Диас, сендер достармен бірге қандай жұмыс жасадыңдар? Планеталармен салдық, жұмыс құрадық. Әр достарымызбен бірге санмен өрендік. Есептерді? Есептерін шығардық. Енді Диас, мен саған сұрақ қояйын. 3 санына 1 санын қоссаң, неше болады? 4 сан болады. Я, ол қай планетада орналасқан? Марс планетасында. Жарайсың. Енді Алихан, 10 санынан 9 санын алсаң, неше қалады? 1. Ол қай планета? Меркурий. Жарайсың, өте тамаша, Меркурий екен. Ал 9 санынан 4 санын азайтқан кезде неше шықты? 5 шығады. Я, ол қай планета? Юпитер. Кәнекей, Айғанымға қошемет көрсетейікші. Балалар, енді біз командадағы достарымызбен бірге бір-бірімізге баға берейік. Ол үшін Кәнекей командамызбен ақылдасып алайық. Кәнекей, 7-ші жұлдыздар тобы, сендер 7-ші жұлдыздар тобына қандай баға бересіңдер? Біздің топтан сіздің топқа отшашу. Кәнекей. Біздің топтан сіздің топқа рахмет. Рахмет, сендер командадағы ойындарды өте тамаша орындадыңдар. Сендер командадағы ойындарды өте тамаша ойнадыңдар. Мен сендерге ол үшін керемет деген баға беремін. Ал балалар, біз ойын ойнап шаршасақ, енді денемізді бір сергітіп алайық, Қазір музыка әуені ойналады. Музыка әуені тоқтаған кезде мен бір санды айтамын. Сол санға байланысты
жұбымызды тауып алуымыз қажет, иә? Дайынбыз ба? Ендеше кеттік. Сергітіп алдық. Енді мен сендерге керемет бір ойды ұсынбақшымын. Барлығымыз отырып ғарыш әлеміне байланысты бейне. Үйді жасау үшін қандай пішіндерді қолдандық? 3 бұрыш, 4 бұрыш. 3 бұрыш және 4 бұрыш. Зымыран құрастырдық. Одан кейін домалақ пішіндерден күнімен планеталарды құрастырдық. Жарайсың. Сендердің жасаған бейнелерің маған өте қатты ұнады. Сендерге мен өте керемет деген бағаны бергім келеді. Достар, сендер бүгінгі бір күндерімді менің осы ғарыш әлемінде өткізгендерімді қалаймын. Бірақ ол үшін менің қызықты сұрақтарыма жауап берулерің қажет. Күннің түсі жасыл және ол 4 бұрыш. Күннің түсі сары. Ол 4 бұрыш емес, домалақ. Кәнеке, қошемет абылға. Өте тамаша. Келесі сұрақ. Сиыр неге жерге жатады? Сиыр жерде неге жатады? Отырамайды. Жарайсың Айғаным. Ол отырамайтын болғандықтан сиыр жерге жатады екен. Жарайсыңдар балалар. Кән достарымызға қошемет көрсетейікші. Балалар, сендерге көп рахмет. Бүгін біздің ғарыш әлеміндегі саяхатымыз өте қызықты өтті. Ал біз бүгін бір күнімізді осында роботпен бірге өткіземіз ба? Ал ол үшін біз бүгінгі оқу қызметімізді бағалап жіберейік. Егер оқу қызметі ұнаса, өте тамаша деген белгіге біздің ғарыш әлеміндегі кішкентай планеталарды саламыз. Ал оқу қызметі ұнамаса, келесі қорапшаға салатын боламыз. Мінеки тамаша, бүгін сендерге оқу қызметі барлығыңа ұнаған екен, сендерге көп рахмет. Ал балалар, бағана біздің роботымыз айтқан болатын, егер оқу қызметіндегі ойындарды өте жақсы орындасаңдар, мына қораптағы сыйлықты берем деді, Бұл қорапта біздің робот дайындаған ғарышкердің арнайы сағаты бар екен, Ендеше, бүгін мен сендерге осы сағатты сыйға тартамын. Ал бұл сағатты сыйға тартпас бұрын сендерге көп рахмет айтып, бүгінгі оқу қызметімізді аяқтаймыз. Рахмет балалар, сендерге көп рахмет. Кел, маған. Кәні достарымызға қошемет көрсетейікші. Біз денемізді сергітіп алдық. Енді мен сендерге керемет бір ойды ұсынбақшымын. Барлығымыз отырып ғарыш әлеміне байланысты бейне құрастырып шығамыз, Кәнеке, жұмысты бастайық. 1, 2, 3. Балалар, жарайсыңдар, сендердің жасап шыққан бейнелерің өте әдемі болды. Мен зымыран жасадым, үй, машина жасадым. Үйді жасау үшін қандай пішіндерді қолдандың? 3 бұрыш, 4 бұрыш. 3 бұрыш және 4 бұрыш. Зымыран құрастырдық. Одан кейін домалақ пішіндерден күнімен планеталарды құрастырдық. Жарайсың. Сендердің жасаған бейнелерің маған өте қатты ұнады. Сендерге мен өте керемет деген бағаны бергім келеді.
Достар, сендер бүгінгі бір күндеріңді менің осы ғарыш әлемінде өткізгендеріңді қалаймын. Бірақ ол үшін менің қызықты сұрақтарыма жауап берулерің қажет. Күннің түсі жасыл және ол төртбұрыш. Күннің түсі сары, ол төртбұрыш емес, домалақ. Кәнеке, қошемет Амроға. Өте тамаша. Келесі сұрақ. Сиыр неге жерге жатады? Сиыр жерде неге жатады? Отырамайды. Жарайсың Айғаным. Ол отырамайтын болғандықтан сиыр жерге жатады екен. Жарайсыңдар балалар. Кәні достарымызға қошемет көрсетейікші. Балалар, сендерге көп рахмет. Бүгін біздің ғарыш әлеміндегі саяхатымыз өте қызықты өтті. Ал біз бүгін бір күнімізді осында роботпен бірге өткіземіз ба? Ал ол үшін біз бүгінгі оқу қызметімізді бағалап жіберейік. Егер оқу қызметі ұнаса, өте тамаша деген белгіге біздің ғарыш әлеміндегі кішкентай планеталарды саламыз. Ал оқу қызметі ұнамаса, келесі қорапшаға салатын боламыз.